Баршаңызға сәлем. Сіздермен осындай өте көрнекті, әдемі көрінетін малина пирогтың рецебімен бөлісемін. Соңына дейін қарап шығыңыздар. Керек заттар осылар ғана: жұмыртқа, қант, сливочное масло, қаймақ, малина қатырылған менде морозильникте жазда сақталған. Ең алдымен міне жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып, миксерлеп көтеріп аламыз. Жақсылап көтересіздер. Одан соң міне кішкене ағарды дағы жақсылап көтеріледі. Осылай көбірек миксерлесеңіз жақсы көтерілетін болады. Онан соң сливочное масло, міне сливочный майдың сапасы жақсы болған дұрыс, соғұрлым дәмді болады сапасына қарай пирогымыз. Онан соң қаймақ, міне сметана 15%, 20% кез келген бола береді. Қаймақ екеуін қостым, міне жаңағы жақсылап бір араластырып аламыз осылай. Оны араластырып болған соң ұнды разрыхлетелі бәрін бірге осылай илегіштен өткізіп осылай жақсылап илеп аламыз. Онан соң тағы бір араластырамыз. Тесто менде қатты сұйық болған жоқ, қатты қою болған жоқ. Міне орташа темпті. Формочка осындай болды менде. Форманың астын сливочный май жақтым астына. Онан соң міне тестаны салдым, жайғастырып жақсылап. Міне қоюлау кішкене тесто болды осындай. Бетіне жаңағы қатырылған малиналарды осылай дізіп шығамыз. Бетіне дізіп шығасыздар. Осылай қатты батырудың қажеті жоқ. Міне беті әдемі болып тұрады. Тесто көтеріледі, малина кішкене орта жағына қарай кетеді піскен кезде. Осылай орналастырып болдым. Енді духовкада міне көтеріліп жатыр тестамыз. Духовкаға салып шығамыз. Міне зубочисткамен тексересіздер. Сухой шықса, міне пісті деген сөз. Ортасы влажный болмаса болды. Мінекей дайын болды. Әп-әдемі болып түсті формасынан. Осындай әдемі малина пирог жасап көріңіздер. Жанұяларыңызды қуантыңыздар. Заливкаға міне сметана, одан кейін сахарный пудра мен сметана міне жақсылап араластырып аласыздар. Бұның да мөлшерін жазып өтем астына. Жақсылап араластырып алып, жаңағы піскен пирогты суытып алып, мінекей бетіне барлық жеріне сіңдіріп жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін бұны холодильниктен бір сағат ұстасаңыздар болады. Уже жей берсеңіздер де болады негізі. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Нежный, сондай сочный, әдемі болады. Түрі де әп-әдемі осындай пирог болады. Жасап көріңіздер. Каналыма жазып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Көп рахмет алдын ала.